Сәлем оқырман, сезім түбі арнасына қош келдің. Вахтада басталған қатынас. Мен ол кезде жасым 26-да болатынмын. Үйленгем, 2 ұлым бар. Вахтовый методпен жұмысқа орналастым. Жұмыста әйел адам біреу ғана болатын, повар. Жасы 51-де болу керек. Жолдасы қайтыс болған, 2 қыз, 1 ұлы бар. Қызы менімен жасты, ал ұлы 3-4 жас кіші. Ұлын 1-2 рет көргем. Повар келіншек томпақ болатын. Үстіне футболка, ботына үнемі жұқа лосина киіп жүретін. Лосинасы ботына жабысып тұратын. Алдыңғы жағында алжапқышы болған соң, особа ештеңе көрінбейтін. Ал еңкейгенде лосинасы бүкіл болмысын паш ететін. Мен көбіне іште қалатын болғандықтан, оңаша көп қалатынбыз. Оны мен сігісуді сол кездері-ақ ойлап жүргем. Бірақ духым жетпейтін. Бірақ күйеуі туралы, қырындаған еркектер туралы көп айтатын. Бір күні столовыйда отырғанда өзінің белі ауырып тұрғанын айтты. Орнымнан тұрып, белін жаймен сипап, массаж жасап бергем. Көтеннен де 1-2 айналып өттім. Сосын оған крем бар ма? Бұдан да күшті етіп жасап беретінді айттым. Ол бар деген соң оның комнатасына өттік. Белін ашып, крем жағып массажға кірістім. Лосинасы мен турсиін қатарластырып 2 сантиметр төмен жылжытып қойдым. Кейін тағы сәл төмен түсірдім де артынша футболкасын лифчиктің үстіне қарай көтердім. Қолымды турсиінің ішінен 1-2 рет апарып, көтінің сызығын сипап өттім. Кейін қайтадан жоғары көтеріліп, қолыма тіреліп қалып тұр деп лифчиктің артқы жағын ағытып жібердім. Әйел де ол қой дегенмен арқаңа полный жасап беремін деп көндірдім. Арқасын аймалап жатып, 2 жақ қолтықтың астынан да аймалап өттім. Емшектің жанынан да тек саусақ ұштарын тигізіп өттім. Осылай бірнеше мәрте қайталанған соң, емшегінің 2 жанынан қолыммен толық өттім. Ешқандай кетергі болмаған соң, крем жағылған қолымды сырғытып, жөнеліп алақанға емшекті қапсыра құшып, ұшынан қысып жібердім. Осы кезде қой болмайды, баламдайсың ғой. Бұл енді артық дегеніне балам деп емес, еркек ретінде қараңыз деп емшегінен қысуды жалғастырдым. Өзі қарсылық көрсетіп бастағанымен ыңқылдап қоя бергенде кемтар емес екен түсініп, ботынан киімін түгел шешіп алдым. Аузымен қойлап жатса да, қолдары еш қарсылық танытып тұрған жоқ. Мен де шалбарымды сыпырып тастадым да, 4 тағандап тоңқайып тұрғызып, уже суланып тұрған амына тығып жібердім. Амының тесігі кәдімгідей тар екен, бірақ суланып тұрған соң еркін кіріп шығуда. Ыңқылдап жатыр, бір кезде амынан су ағып кетті. Оны сиып қойды ма десем, көп сігіспеген әйелдерде солай болады екен. Өзі солай деді. 10 минуттық араластан кейін сол позада амын ағызып жібердім. Ол да сылқ етіп қисая кетті. 2 рет бітіріп үлгеріпті. Мен киімімді киіп жатқанда ол душқа кіріп кетті. Ал мен өз бөлмеме кеттім. 15-20 минут жатқаннан кейін қайта асханаға бардым. Артынан құшақтап, қолымды турсиіне тығып жібердім. Амына саусағымды салғанда, амы суланып, өзі де ыңырси бастады. Дереу киімін төмен түсірдім де, амына мүшемді тығып алдым. Осылай асханада 20 минуттай сігістік. Ыңқылы да үдей түсті. Осы жағдайдан кейін ыңғайға келген жерде сігісіп алып жүрдім. Бірде удай мас болып барып, таңғы 3-ке дейін сігістік. Мен мас болған соң 5 сағаттық секісте тек 1 рет бітіргенмін, ал оның үстінде бітіріпті. Үстіме отырып секіргенде кәдімгідей опыты бар екен, көрініп тұр. Сөйтіп жүріп, мен ол жақтан жұмыстан шығып кеттім. Бір күні келінін ауруханаға қаратуға біздің қалаға келгенін айтты. Бірақ мен шақырған квартираға бара алмайтынын, келінінен қорқатынын айтты. Шыққанда кездесіп, шыдай алмай подъездінде сігіп алғам.
Қазір арамыз алшақ болған соң тек секс па телефону жүрміз.